Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және менің YouTube'тан жоғалып кеткеніме бір айдай уақыт болып кетті. Енді мен қайтадан оралдым. Енді күнде видео түсіретін боламын. Достар, алдыңғы видеода сіздер өте көп сұрадыңыздар, корей тілін үйренуге арналған приложениялар жайлы видео түсірші деп. Және міне мен сол видеоны түсірейін деп шештім. Яғни бүгін мен сіздерге корей тіліне арналған ең үздік приложенияларды көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік! Ең алғашқы приложение ол Droops деп аталады. Бұл жерде сіздер корей тіліндегі сөздерді жаттай аласыздар. Мысалы, 샐러드, 샐러드, 샐러드. сонымен қатар бұл жерде сөздерді категория бойынша бөліп қояды, бөлек жаттасаңыздар болады. Және де керемет бұл функциялардың бірі, бұл жерде сіздердің жаттаған сөздеріңіз сақталып тұрады. 아버지, 가족. Екінші приложение Write It Korean деп аталады. Яғни бұл жерде сіздер корей тіліндегі әріптерді жазуды және оқуды үйренесіздер. Өте ыңғайлы және өте тез үйреніп алуға мүмкіндік бар приложениялардың бірі. Келесі приложениеда кәріс тілінде подкасты, яғни екі адамның диалогын кәріс тілінде ести аласыздар. Бұл жерде көптеген адамдардың диалогтары бар. Бұл арқылы сіздер өздеріңіздің құлақтарыңызды корей тіліне үйретесіздер және акценттеріңіз де сол кезде дұрыс шығатын болады. Маған өте қатты ұнайды. Үй жинаған кезде наушникпен қосып қойып тыңдап жүрсеңіздер, жай өлең тыңдағаннан әлде қайда пайдалырақ. Қазір кішкене естіртемін. бұл типа қалай звучать ететінін көрдіңіздер. 분들이 다 들으셨으면 좋겠고 좀 더 자세하게 좀 설명을 해드리려고 해요. Келесі приложение Hello Talk деп аталады. Қысқаша айта кететін болсам, бұл жерден кәріс достар табасыздар. Яғни орысша немесе қазақша үйреніп жүрген кәріс адамдарды тапсаңыздар болады. Олардың личкасына осы программа арқылы тауып аласыздар да, сообщение жазатын жерге жазасыздар. Мен корей тілін үйренгім келеді және мен саған орысша үйретемін деген секілді. Солай бір-бірлеріңізге екі тілді үйретсеңіздер болады. Осы жерде көрініп тұрады қандай тілді үйреніп жүрген және қандай тілді толық білетіні. Осы арқылы достар тауып және де өзіңіздің де кәріс тіліңізді кәдімгідей жақсарта аласыз. Достар, айта кететін жайт, бұл жерде бүкіл әлемнің адамдары, яғни бұл общий чат болғандықтан бұл жерден біртүрлі адамдар кездесуі мүмкін. Оларға мән бермеңіздер, жай ғана ондай адамдар кездесіп жатса заблокировать етіп тастаңыздар болды. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса корей тілін үйреніп жүрген достарыңызға жіберіп, мені қолдап жүрсеңіздер болады. Міндетті түрде каналыма подписать етіп және осы видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын, себебі ол мен үшін маңызды. Ал ендеше бәріне бай-бай!